Баршаңызға сәлем. Бүгін оңай рецептпен жас салатын жасаймыз. Оған бізге қажетті қырыққабат, қызанақ, жүгері, тұз және майонез қажет болады. Ең алдымен қырыққабатымызды майдалап, соломкалап турап аламыз. Видеодағыдай қырыққабатты қызанақты соломкалап турап аламыз. Артынша жүгеріні ашып саламыз. Содан кейін 1 чайный ложкадай тұз саламыз дәміне қарап. Және майонезді қосып, барлығын араластырамыз. Мінекей салатымыз дайын. Енді ыдысқа салып, укроп петрушкамен әрлеп, дастарханға ұсынсақ болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Меруерт Есеналы қызы.